Сәлем достар, бүгін біз өте оңай жолмен жасалынатын үгілмелі қатпарлы самса жасаймыз. Дәмі өте керемет, жасап көріңіздер және міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Ол үшін бізге 500 грамм ұн қажет. Ұнның үстіне тұз себеміз. Және кез келген сары майды пайдалануымызға болады. Мен сакрама сайры майын пайдаландым. Достар, ескерте кететін жайт, біздің пайдаланатын ингредиенттердің барлығы мұздай күйінде болу қажет. Сондықтан мұздатқышта сақтап, тез-тез жұмыс жасаңыздар. Сары майымызды дәл ұнның үстіне үкіштен өткізіп аламыз. Ұн мен майымызды араластырамыз. Қатты езгілеудің қажеті жоқ. Себебі май самсаның қатпарлығына жауап береді. Қаймақ аламыз. 100 грамм қаймақ жетеді, менде 15%. Кез келген проценттегі қаймақты пайдалануымызға болады. Екі жұмыртқа. Осының барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Басқа ингредиент бізге қажет емес. Нан құсап илеп болғаннан кейін пакетке орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Қамырымыз тоңазытқышта болған кезде біз кез келген фаршты аламыз. Қалағанымызша бұрыш, тұз себеміз. Фаршымыз қанша, дәл сонша мөлшерде жуа саламыз. Біздің салмамыз дайын. Тоңазытқыштағы қамырымызды алып, ішіне салмасын салып, самсаны орай қоямыз. Мінекей, дәл осылай орадым. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай және де дәмді болып шығады.
бір жұмыртқаның сарысын алып, жаңағы самсаның бетіне жағып тастаймыз. Ол біздің самсаның қызарып шығуына әсер етеді. Және де болғасын үстіне күнжіт себеміз. Мейлі сары күнжіт, мейлі қара күнжіт, өздеріңізге ұнағанша себіңіздер. «180 градуста 30 минутта пісіп болады. Өте дәмді, үгілмелі, керемет самсамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, маған жазылуды ұмытпаңыздар.